Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздерге жердегі соңғы адам атты сериалдың алғашқы 2 бөлімін қысқаша айтып беремін. Ер адам жер планетасында жалғыз қалады, және сол жерде қалағанын жасай алады. Бірақ видео басталмай тұрып арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіздер. 2022 жыл. Жер бетінде белгісіз вирус тарап, пандемия басталғаннан бері 1 жыл өтті. Вирус дерлік бүкіл адамзатты жойды. Фил есімді еркек жерде қалған жалғыз адам болуы мүмкін. 1 жыл бойы адамдарсыз ол кем дегенде бір адамды табуды шешті, және барлық штаттарды аралап шықты. Алайда мүлде ешкімді кездестірмеді. Ол Туксонда қалуды шешеді де бұл туралы билбордқа жазып қояды. Және басқа ешкім жоқ болған соң ол өзіне үлкен үйді таңдайды. Ол мұражайдағы заттарды үйіне көшіреді. Суреттер, саркофаг, тіпті Оскар сыйлығының 2 статуэткасында. Енді бәрі Филге тиесілі. Түнде ол Хью Хефнердің пижамасымен жатып алып, Құдайдан тек бір қыз сұрайды. Таңертең ол аздап созылып болған соң дүкенге баруды шешеді, және кез келген адамның арманын жүзеге асырады. Арбаны не қалайды бәріне толтырады, және ең бастысы ересектер үшін фильмдер. Кешке ол тағы Құдаймен сөйлеседі. Және $10,000 тұратын бір бөтелке шарапты ішеді. Келесі күнде ойын сауықпен басталады. Бұл жолы Фил боулинг ойнайды. Бәрін керемет тұрады, ал ақырында боулингті машиналармен аяқтайды. Кешке ол өзінің кинотеатрында изгой фильмін көреді, және басты кейіпкерге жалғыз қалып, доппен сөйлескеніне әбден күледі. Фил өзінің туған күнінде отбасымен қалай уақыт өткізгенін есіне алады, және кейін ол Құдайға ашуланады, оған қыз түгілі, адам баласын сыйламаған үшін. Осы сәттен кейін 1 жыл өтеді, және біз Фил өзін толығымен тастап жібергенін көреміз. Үй нағыз малқораға айналған. Ойын сауықпен айналысу мүлде қызық емес. Және Фил мұны жалғастыруда, өйткені басқа айналысатын ештеңе жоқ бұл бос әлемде. Ол өзіне алкогольден ванна жасайды, және өмір сүруді жалғастыруда. Дәретхананы қоқыспен толтырғаннан кейін, ол бассейннен дәретхана жасауды шешеді. Түстен кейін Фил оны достары күтіп отырған барға келеді. Оның достары беті бар көптеген доптар. Күні бойы олармен сөйлесіп, алкоголь ішеді. Фил достарын оған қатты ұнайтын қызға апарады. Гарри онымен сөйлестеп көндіруге тырысады. Бірақ Фил ұялшақ. Соған қарамастан ол қызбен танысуды шешті. Және тіпті онымен бірінші кездесуде сүйіседі. Бірақ бір кезде өзіне келеді де қатты мұңаяды. Біраз уақыттан кейін Фил қабір тасын жасайды, және бар жылдамдықпен тасқа соғысуды шешеді. Ол достарымен қоштасады, және машинаға отырады. Жақсы келе жатып Фил тастың алдына келіп, бір нәрсені байқап тоқтайды. Алыста ол түтін болып шығады, ол жерге барып шатырмен костюрді табады. Бірақ ең бастысы ілулі тұрған әйелдің көйлектері. Қатты қуанған ол артынан оның келгенін естиді. Фил есінен танып қалады. Фил өзіне келеді және әдемі қызды көреді. Ол көрсеткішті көргенін айтады. Олар кездескеніне қуанышты және бірден сүйіседі. Бірақ бұл түс болып шықты. Қыздың орнына қайдағы бір қатын болып шығады. Олар оның дымқыл шалбары туралы аздап дауласады. Содан кейін ол тапаншасын алады. Фил оның іш киімін ұстап тұрған үшін. Ол жақсы адамсың ба деп сұрайды. Фил иә деп сендіреді, және қорқытып жіберген үшін кешірім сұрайды. Кэрол өзі туралы бәрін айта бастайды, және тоқтаусыз әңгіме айтады. Фил оның арманындағы қыз емес екенін түсінеді. Фил оған өз үйін көрсетуді шешеді. Жолда ол жол ережесіне бағынбайтындарына ашуланады. Ол оған оларды құрметтеудің мағынасы жоқ екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ ол оны талап етеді. Бірінші ретте ол оған өзінің сұрыптау бассейнін көрсетеді. Содан кейін Маргарита бассейнмен мақтанады. Үйде ол Филді картиналарды ұрлаған үшін айыптап, оны жануарларға теңеп қорлайды. Ол үйде ұйымдастырған үшін. Фил өзіне деген мұндай қатынасты қабылдамайды, және оны лагерге қайтарады. Таңертең ол орнынан тұрғанда оның үйін тазартып жатқанын көреді. Ол оны және Дженгу мұнарасының маңызды істері мен құрылысын кейінге қалдыруға мәжбүр етеді. Олар бірге дүкенге барады. Кэрол Филдан бос емес болғандықтан қайта тұраққа қоюын сұрайды. Бұл мүгедектерге арналған орын деп. Және Фил өте жақынырақ тұрақтайды. Барда Фил достарына шағымданады. Құдайдан сұрағанда емес, әйел оған қажет емес еді. Кэрол көрші үйге көшуді шешеді. Бұл Филге мүлде ұнамайды. Кэрол өзі қайта туылу туралы әңгімені бастайды. Бір түрлі, бірақ тіпті Фил бұл идеяға қарсы.
дәретханадан тауып Филдің миын жейді. Ол оған жетуге тырысады. Ол онда қызанақ өсірді. Фил көкөністерді 2 жылдан бері жемегендіктен. Ол үшін оған көкөніс бақшасында көмектесуге жақсы мотивация болды. Бірақ ол бас тартады және түнде қызанақты жейді. Кэрол Филден үмітін үзеді. Ақыр соңында ол жалғыз өзі өмірді жақсарта алмады. Сондықтан ол Фил секілді бола бастайды. Фил көршісіне жаны ашып, ол үшін су өткізуді шешеді. Өзгермелі жетістіктен соң ол мұны істей алады. Және ол қызанақты суаруды реттейді. Осы үшін ол оны кешкі асқа шақырады. Кэрол жаратқан ие олардың сөйлесуін жалғастыруын қалайды деп сенеді. Ал Фил бәрібір қолмен жұмыс істегеннен шаршағанын айтады. Фил оған жуынуы керектігін айтып, ол 5 минуттан кейін оралып, олар бастай алатынын айтады. Бірақ Кэрол олар үйленбейінше мұндай болмайтынын айтты. Фил ашулана бастады және оны ақымақ деп атайды. Бірақ есіктің сыртына шығып қайтып келіп, оған ұсыныс жасайды. Кэрол келседі, ал Фил үйіне барады үйлену тойға дайындалу үшін. Осымен сериалдың алғашқы 2 эпизодтары аяқталады. Видеоға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.